Пайғамбар саллаллаху сахабалар осы сұрақты қояды ғой. Я Расулулла дейді, біз именно намазға тұрғанда осы ойлар пайда болады. Кейбіреулеріміз соны тілге алып келуге де қорқамыз. Сондай жаман кейбір, мен кейде жаңандай сол ойлар келгенде өзіме қол жұмсағым келеді дейді, не істеймін дейді. Ол ненің белгісі дейді? Ол иманның белгісі дейді, Пайғамбар саллаллаху айтады. Адамда иман болса дейді, шайтан жұмыс жасайды дейді. Адамда дейді, үйінде бір байлық болса, мал дүние ақша болса дейді, ұры түседі дейді. Кедей адамның, қарапайым адамның үйіне ұры түспейді. Дұрыс па? Біз сияқты адамдардың үйінде ұры түспейді. Ол нені алып кетеді дейді? Дым жоқ дейді. Керісінше бірдеме қойып кетеді дейіңе дейді. Бірақ ұры қайда түседі? Мал дүние, дәулетті адамның үйіне. Кімнің байлық? Бұл хадис Пайғамбар саллаллаху айтып жатқан. Ол имандан дейді. Кімде дейді? Иман болса дейді, шайтан имандың ең көтерілетін кез, ең күшті болатын кезі намазда тұрғанда, Алланың алдында тұрғанда дейді. Сол кезде шайтанның ең ұлы жұмысы да сол кезде болады. Күрес болады. Анау мен Алланы еске алам, мынау мен ой салам деп. Ең ұлы. Енді оны айыру үшін не істеуіміз керек? Сұрақ сол. Бұл шайтанның амал екен білдік онда. Егер ой адамның жаңағы ойлар адамның миында пайда болатын болса, басқа пайда болатын болса, ол шайтан жаңағы адамның нәпсісінен болады. Егер жүректе жаңа ойлар, күмәндар пайда болатын болса, ол шайтандан деп айтады ғұламалар. Бастағы ойлар нәпсістен, жүректегі ойлар шайтандан. Ювасвису фи судурин нас деп айтады Құранда. Шайтан жүрекке ой салады дейді. Ювасвису фи судурин нас. Нәпсі адамның жаңағы ойына ой салады. Енді сол ойды айыру үшін бір 5 минуттың ішінде шайтанмен күресе алмаймыз. Сондықтан Алланың аятын әрдайым еске алуымыз керек. Инна шайтан лакум аду фаттахидуху адуа. Өмірде намаздың сыртында шайтанды дұшпан тұтып Алланы еске алатын болсақ, намазда тұрғанда кәдімгідей Аллах. Біз намаздың сыртында Алланы еске алып жүрек. Намазға тұрғанда Аллах тағала өзі бізді шақырады намазға. Сондықтан намаздың сыртында да, намаздың ішінде де әрдайым Алланы еске алып жүрсек, иншалла жақсы ойлар пайда болады деп үміт бар.